Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ешқандай ашытқыны қажет етпейтін, бар жоғы 15 минутта осындай өте әдемі, сап-сары, жұмсақ болып шығатын бауырсақтардың рецептісін ұсынамын. Видеоны міндетті түрде асықпай, соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырау батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Бізде ең алдымен бөлме температурасында кішкене жылып тұрған 1 стакан кефир қажет болады. Оның үстіне 1 жұмыртқа, 1 ас қасық қант, жарты шай қасық тұзбен ас содасын салып, осылай жұмыртқаны жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Оның үстіне 2-3 қасық сұйық май қосамыз. Тағы да кішкене араластырып жіберіп, шамамен 400-450 граммдай ұнды міндетті түрде електен өткізіп саламыз. Одан кейін осылай силиконды лопатаның көмегімен жақсылап бірінші араластырып аламыз. Оның барлығы бір-біріне біріккенше, одан кейін бір-біріне бірге берген кезде қолдың көмегімен илей отыра жұмсақтау қамыр етіп илеп аламыз. Бұл бауырсақтарды жасаудың ең тиімдісі осындай жұма күндері және де қонақ келіп қалғанда тез жасай салуға болады. Қамырымыз иленгеннен кейін 5-10 минутқа кішкене тындырып қоюға болады. Осылай бетін жауып, одан кейін барып, астына үстіне кішкене ұн себелей отыра, өздеріңіз қалай бауырсақты жаясыздар, солай ыңғайлы түрінде. Мен мысалы ұн сеуіп жаятын боламын, ал біреулерге ұн сепкен ұнамайды. Сондықтан олар жай ғана өзін кішкене маймен жаятын адамдар да бар. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жаясыздар. Одан кейін осылай дөңгелекше формалармен кесіп алып, шет-шетін керек еместерін алып тастаймыз да, қамырларды оны да қайтадан илеп, дәл осылай жайып, кесіп жасай берсеңіздер болады. Кішкене тағы да 5 минутқа қоя тұрамыз. Біздің табамызға май құйып, майымыз қызығанша әдемілеп, осылай бетін жауып қоя тұрамыз. Қызып тұрған майдың үстінен бауырсақтарымызды салып, екі бетінен қызартып пісіріп аламыз. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Әрбірлеріңіздің пікірлеріңіз және де қолдауларыңыз маған өте қажет. Сондықтан видеоны көргеннен кейін менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бүгінгі жұма мерекесінде дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым.